Н дыбысын айтып қана қоймай, оны жаза білейік. Мынау Н әріпінің бас әріпі және кіші әріпі. Н бас әріпі үш элементтен түзу сызық, белдік, ілгектен тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жол ортасына дейін көтеріп, қысқа сызық сызамыз да тік төмен түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере, астыңғы сызыққа тигізе солға қарай доға жасап, сызықты оңға тартып, көлбеу сызықты жоғары сызықта қиямыз да, сызықты оңға қарай жүргіземіз. Енді аздап жоғары көтеріп, үлкен жолдың ортасына жетпей, солға қарай доға жасап, түзу көлбеу сызықпен ұштастыра, астыңғы сызыққа дейін сызамыз. Астыңғы сызыққа тигізе, ілгек қосамыз. Н әріпінің кіші әріпі түзу сызық, белдік, ілгектен тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Астыңғы сызыққа дейін түзу көлбеу сызықсыз. Сол сызықтан ортасынан оңға қарай белдік жаса. Сол нүктенің тұсынан жоғары сызық бойынан төмен түзу көлбеу сызық түсір. Астыңғы сызыққа жете бере, астыңғы сызыққа тигізе, оңға қарай ілгек жаса. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге Н әріпін жазуды үйрен.